Саламатсыздар ма, құрметті оқушылары? Бүгінгі өтетін сабағымыз Мұхтар Әуезовтің Көксерек повесі. Сабақтың тақырыбы оқу мақсаты, әдеби шығарманың композициясы, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Есте сақтаңыз, әңгіме, әдебиетке оқиғаны қара сөзбен баяндайтын көркем шығарма деп жанры деп атаймыз. Әңгіменің жанрлық ерекшелігі оқиғаны баяндау тәсілі, композициялық, сюжеттік құрылысы, көркемдік жүйесі арқылы айқындалады. Әңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлер саны аз, сюжет ұйытқысын құрайтын оқиғаның басталуы, шарықтау шегі мен шешімі болады. Онда адам, оның өмірі мен тағдыры аса маңызды деген оқиға жинақы беріледі. Мұнда бір айтылған жайларға қайта оралуға, тәпіштеп баяндауға, ұзақ суреттерге орын жоқ. Әңгіме жанры аз сурет арқылы көп жайды аңғартады. Көксерек фильмі Мұхтар Әуезовтің 1929 жылы жазылған Көксерек шығармасының желісімен түсірілген. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған. Фильм қалың көрерменге 1973 жылы жол тартты. Фильм режиссері Төлеміш Өкеев. Фильмнің негізгі мазмұны қоршаған ортаны аялап, табиғат заңдылығын бұзуға жол бермеу. Фильмде қасқыр, табиғат және адам мәселесі көрсетілген. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігінің қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар табиғаттың заңдылығына қарсы шығып, қасқырлар мекенін ойрандап, күшігін енесінен айырып, ауыл тұтқыны етеді. Бірақ қасқыр есейген сайын бостандықты сағынады. Қасқыр баласын қанша бақсаң да тауға қарап ұлиды деген мағыналы сөз осындайда еске түседі. Менің қорытуымша, Әуезовтің Көксерегі мен Джек Лондонның ағазуындағы ең негізгі түйін жаратылыстың теңдігі сақталу керек. Ол бұзылған жағдайда трагедияға соқтырады. Ең түпкі түйін қатыгездік тек жабайаңдар арасында ғана емес, адамдардың арасынан шығуы қоғамға өте қауіпті. Түсіне білген көрерменге мән мағынасы зор фильм. Ал енді оқушылар, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Балалар, қасқыр туралы не білесіздер? Қасқыр туралы басқа қандай әңгімелер оқыдыңыздар? Қандай кинофильмдер, мультфильмдер көрдіңіздер? Онда қасқыр қалай суреттеледі? Өз ой пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар, Мұхтар Әуезовке байланысты. Оқу тапсырмасы, әңгіменің композициялық желісін сақтай отырып, кестені толтырыңыздар. 106 бетті 8-ші тапсырма. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.